Ассалаумағалейкум шахмат сүйер қауым. Сіздермен мен Нұрахмет Байжан, шахмат тренері. Бүгін сіздерге атақты кең танымал болған итальян партиясын талқылауды жөн көрдім. Итальян партиясында бірінші ақтар E4-ті бастайды. E4 жүрісінде корольдің алдындағы жүрісті бастайды. Қаралар корольдің алдындағы E5 жүрісін жүріп бастайды. Ақтардың шабуылы орталық алаңға, центрге атпен кон F3-ке жүреді. Ал олар қаралар осы пешканы қорғап кон C6-ға жүреді. Енді ақтардың шабуылы корольдің осы бағытына болады. Яғни негізі ойында жалпы корольдің ең мынау басында тұрған кезінде жалғыз мына пешканы ғана король қорғайды. Қалғандарында фигуралар қорғайды. Ең әлсіз пешкі осы пешкі. F қатарында тұрған пешкі. Ақтарында осы, қараларында осы пешкісіз әлсіз болады. Сондықтан осы жерге шабуылды көбірек түсірсек, сонда біз жеңіске мүмкіндігінше ертерек жетуге ие болады екенбіз. Осы пешкеге шабуыл жасайды. Слонмен C4-ке жүрдік. Қаралар да слонды C5-ке жүрді. Олар да осы біздің мына пешкеге, король қорғап тұрған пешкеге, F-те тұрған пешкеге шабуыл жасады. Енді біздің ақтар C3 деген жүрісті жүреді екен. Итальян партиясында енді қаралардың жүрісінде атты жүреді. Мына пешкені қорғансыз қалдырды. Егер қарсыластың фигура бермей, тегін фигура бермей ойнап, пешкені құрбандыққа салмасақ, тартынып ойнайтын болсақ, мысалы мынаны қойып, защита қылып, рокировка, сосын атты шығарып, ладьяны шығарып, былай ары қарай жаймен деп ойнауға болады. Ал бірақ біз мына жерде итальян партиясында бізге осындай бір керемет шабуылды ертерек ұйымдастыруға мүмкіндік аламыз. Ол қалай? Мына D2-де тұрған пешкімен біз D4-ке барады екенбіз. Егер ол мынаны жейтін болса, біз слон жейміз. Демек ол мынаны жемейді. Бірінші мынамен мынаны жеу керек, немесе мынаны қашады. Екеуінің біреуін жасайды. Мынамен мынаны жедік. Едегі пешкі D-дағы пешкіні жеді. Енді біз не істейміз? Егер ойын кезінде былай жасаса да болады. Мына пешкіні алға қарай жүріп, қараңыздар, атқа шабуыл түсті. Енді ол атты қайда қашады? Мұнда қашады, мұнда қашады, мұнда қашады, және мұнда қашады. Мына жерге қаша алмайды, мына жерге жүре алмайды. Осылай жүріп, сосын келесіде мынаны жеп, солай ары қарай ойнауға да болады. Ал бірақ біз осы біздің көрсетуге талқылайын деп жатқан партиямыз осы партияны көрсетейін деп жатқандықтан мына жерге мына пешкені жеп барамын. Өйткені неге итальян партиясында керемет осындай бір тактика бар. Жалпы айтқанда шабуылға асықпау. Мына пешкі неге? Корольдің алдындағы пешкі бізге мына жаққа ығысты. Мына қаралардың корольдің алды ашық. Біздің корольдің алды мынаны жейтін болса атпен ол ашылады. Біз слонға шабуыл жасадық. Енді қаралар шахмат ойынында темп деген нәрсе бар. Яғни фигурларды шабуыл жасай отырып белгілі бір орындарға жақсылап орнықтыру. Енді слонмен неге шақ беріп, сосын келесі жүрісті тағы да қаралар жүрісті қаралар алғысы келіп отыр. Егер мен слон жүрсем, оны жеп тастап, мынаны не қылса болады деген сияқты. Или мынаған шабуыл жасайды, немесе мынаны жүреді деген сияқты. Енді бірақ мына жерде слон жүрген кезде біздің ақтар кон C3-ке жүреді. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, слонның корольді жапты, жесе мынамен жейді. Яғни центрде 3 пешкі орталық алаңға орналасқан. Қаралардың E қатарындағы пешкісі жоқ. Енді қарап отырсақ, кон ешқайда қаша алмайды, ешқайда жүре алмайды, өйткені слон мен корольге шақпақ болады.
мына пешканы қорғап тұрған кон еді бізде. Яғни осы пешканы қаралардың аты былай жиып келеді. Енді бұл жерде біз бір пешке ұтылдық, бірақ біз не істейміз? Біз қысқа жаққа рокировка жасаймыз. Осы рокировка жасаған кезде қараңыздар, егер ол рокировка жасайын десе, ат мына жерде қалып қалды, біз атты жейміз, оны тегін бермейді ешқашан. Демек бұл жерде қандай вариант қарауға болады? Ладьяны былай қойсам, қазір атты связды неде қалып қалады, корольге. Сондықтан ол бірінші мынаны жеп тастап, атты жеп, сосын ары қарай рокировка жасап, немесе солай жүріс жасағысы келіп тұр. Бірақ мына жерде мен пешкімен жеген кезде, бұл пешкіні ешқандай фигура қорғап тұрған жоқ. Егер қарап отсақ, слонмен жесек, ладьяға шабуыл жасаймыз. Тағы да біз қаралар ойын барысындағы темпті ұтып алғысы келіп жатырды жалпы. Осы жерде мына пешкіні жейді. Енді ойында ең мықты нәрсе, ең мықты защита, қорғаныс, ол атака, яғни шабуыл жасау. Біз мына жерде ладьяны бүйтіп қорғап, ары қарай жаймен деп ойнасақ болады. Бірақ бізде не қарсы контр-атака дейді ғой, бізде шахмат тілінде, жалпы өмірде де контр-атака, контр-шабуыл. Осыны жақсы пайдалана алсақ, жеңіске оңай жетеді екенбіз. Енді қараңыздар, бұл жерде ең керемет жүріс, ең күшті жүріс, слонға шабуыл жасаймыз ферзьмен, және 8-ші қатынау, ең соңғы бірінші қатарды екі ладьяны байланыстырудың жолын ашамыз. Слонға шабуыл жасап тұр, және мына екеуін бір-біріне батарея дейді ғой, екеуін бірлестіріп, қиғашынан корольге шабуыл жасау. Енді қараңыздар, егер қаралар қандай жүріс жасау мүмкін? Ең қазіргі тиімді вариант мынаны жесе болады, мысалға ары қарай фигура ауысып кетеді. Қатты не көрініп тұрған жоқ. Ал мына жерде ладьяны тегін фигураны жеп алады. Келесі жүрістерде мынаны ашып, мынаны жесе, бізде ақтар пеш көтіп отыр, және де качество, яғни слонға қарағанда ладья мықты. Осы ладьяны жеді. Енді ақтар не жүріс жасайды? Ақтар слонмен шах береді. Манаған әзірше теспейді. Қара король алға жүреді, немесе мұнда жүреді. Егер алға жүретін вариантты қарайтын болсақ, слонмен шах береміз. Король қашса, ферзден айырылады. Ал алдын қорғайтын еш нәрсе жоқ. Демек ол былай қарай жүреді. Біз сонда да біз слонмен ферзиге бағыт аламыз. Ферзіні бұл жерде қорғау өте қиын. Былай жүрейін десе жүре алмайды, оны жеңгесі ат тұр, алдына ешқандай фигура қоя алмайды. Бірақ ат бар екен бізде, атпен қойса болады. Енді тағы осы жерде екі вариант бар, екі вариант ұсынсам болады. Ол біріншісін өзіміздің қолданып жүрген вариантты көрсетейін. Ладьяны атқа бағыттаймын. Неге? Бұл жерде енді қазір слон келіп мынаны қорғай алмайды, және де алдына пешке қоя алмайды. Ферзіні қашып үлгере алмайды, корольді де қашып үлгере алмайды. Мынау осы жерде қамақта қалып қойды. Қалай болса да біз шах береміз, сосын ферзіні айырбастап кетеді екенбіз. Сонда біз ойында ферзіні ұтып аламыз, және де король орталықта рокировка жоқ, ортада қалып қалады. Осылай 30-қа жетсек те болады екен. Бұл жерде тиімді вариант мынаны қояды, өйткені мына слон мен ферзінің арасындағы байланысты бұзу керек. Енді мен мына жерде ладьямен жеп барсам болады. Егер ладьяны алғанның өзінде слонды ат қорғап тұр, ладьяны алып былай қарай барсам болады, мысалға келесі жүрістерді. Ал бұны жүрмей сразу слонмен шах берсем, шах және ферзімен жейді, біз ладьямен жейміз, ойын ары қарай өрбей береді. Енді
бізде ойын бұл вариантта ұзаққа созылуы мүмкін. Сондықтан атқа, ферзьге онша қызықпай, барынша мат қоюға қызығатын болсақ, бұл жерде мат қоюға өте тиімді варианттардың бірі Греко деген кісі болған, атақты мықты шахматшы. Өзінің бір керемет шеберлігін қолданады осы жерде. Атты Е5-ке жүреді. Конь Е5, неге? Енді мына жерден шабуыл түсіп тұр, бізде слонды ашатын болсақ, ферзьге мына жерге барады. Шах түсініп тұр. Атты жүре алмайды. Мына жерде мына слон жабық тұр, слонның жолын ашу керек, немесе ладьяның жолын ашу керек, немесе фигурларды қуу керек. Егер мен осы жерде бір керемет бір 3 вариантты, ең тиімді деген 3 вариантты көрсетейін. Біреу слонды қуу керек. Екіншісі мынаны жеп атқа шабуыл жасау керек. Атқа ашқан кезде мына слонмен мұнда қоямыз, солай мынаны қорғап қаламыз дегендей. Немесе мынаны пешканы ашып, мынаны қорғап, мына атқа шабуыл жасап, слонды ойынға қосу керек, немесе ферзьні бері қарай алып қашу керек. Осындай варианттар бар. Осы 3 вариант ең тиімді вариант. Осы қолданыста тұрған жерде. Егер бізде ферзьні ойынға қосайын десе, мына слон кедергі батыр. Осыдан бастап көрейік. H6-ға пешкісін жүрсін, қарала. Біз осы кезде слонды былай қойсақ. Енді қараңыздар. Мына слонды және мынаны құрбандыққа салып тұрмын. Егер мынаны жейтін болса, ферзьмен мұнда барып мат қоям. Атты мынаны жейтін болса, мына ат қорғап тұр. Тағы да мат қоям. Бұл жерде мат болады. Маттан құтылу варианты D4-ке жүреді. Енді қараңыздар. D4-ке жүрсе, біз маттан құтылып деп ойлайтын болсақ, жаңылсастар F3-ке жүріп, корольге алдынан шақ береміз. Ат жабайын десе, ферзь ашық тұр. Бұл слонмен жабады. Слонды біз слонмен жесек болады. Енді ары қарай өздеріңіз түсінікті. Егер мына жерде ашатын болсам, слонды қалай да ашсам да, мына жерде жабық, мына жер жабық, король жүре алмайды. Ортадан қайда қашты да мат қоямын. Енді бізге бұл жерде слонға шабуыл жасады да жаңа. Қараңыздар. Мына жерде слонға шабуыл жасаған кезде осылай істесек болады екен. Енді атты қуатын болсақ, немесе атқа шабуыл түсті. Слонмен атқа шабуыл түсті. Біз сонда да мына жүрісті жасайды екенбіз. Егер ол атты жегеннің өзінде мына слон бар, мат қоямыз. Алдын жабатын болса, былай шақ қоямыз. Ары қарай өздеріңіз көрінікті, түсінікті. Келесі жүрісте егер мына жерде слонмен атты жемей, атты қуғанның өзінде де біз тағы да осы слонмен осында жүріп, осылай мат қоюға әрекет жасайды екенбіз. Слонды былай қояйын десе тағы да болмайды. Ферзьні қояйын десе оны жей саламыз. Немесе былай шақ қойсақ, осы жерде король шақтан құтылу қиын. Қашатын болса, біз ферзьні жеп қоямыз. Алдын қорғаса, слонмен жеп, сосын ары қарай ашсақ, қалай ашсақ та мат болады. Қараңыздар, слон қойды, слон жедік. Атты жеді. Так. Мына жерде қараңыздар, егер ферзьні қоятын болса, бізге ең варианттың бірі, тиімді вариант деп айтасам болады екен. Слонмен жеп барсақ та болады екен. Егер қараңыздар, слонмен жеп барсақ ол корольмен жейді. Біз ферзьмен шақ қоямыз, былай қашса, ферзьмен жеп барып, осылай мат қояды екенбіз. Бұл итальян партиясының осындай керемет
итальян партиясындағы осындай керемет жеңіске жетудің бір үлгісі.